Саламатсыздар ма? Менің каналыма қош келдіңдер. Мен бүгін сіздерге салат дайындайтын боламын. Оған мынадай пекинский капустасын алдым. Оның ортасына қатты жерлерін алып тастадым. Енді осыны тарам-тарам қылып бөліп ыдысымызға саламыз. Майонезіміз бен чесногымызды араластырып, сосын үстіне құямыз. Мынау менде ысталған тауық еті. Осыны да турап саламыз. Керемет дәмді болып шығатын салат. Турауларыңыз өз қалауларыңыз бойынша. Мен осындай ысталған тауық етін алдым. Осымызды енді қырыққабатымыздың үстінен саламыз. Жинақтап барлығын. Осылай етіп, үстінен саламыз. Енді осыған жұмыртқамызды суға пісіріп, оны аршып, осыны да тураймыз. Турап дайындап аламыз, осылай етіп барлығын. Жұмыртқамыздың барлығын. Шағын майонез салып отырасыздар арасына. Қалауларыңыз бойынша. Керекті заттарының барлығын описанияға жазып қоямын. Сол жерден қарап аласыздар. Енді осының үстіне жұмыртқамызды саламыз. Енді қызанағымызды тураймыз. Барлығын біркелкі етіп турап аламыз. Керемет болып шығатын салат, жеңіл. Жасау жолы оңай. Енді осының үстіне қызанағымызды саламыз. Енді менде ірімшікті чөркіден өткізіп аламын. Оны да салам үстінен сосын. Ірімшігімді. Керемет оңай салат. Ірімшігімізді себеміз үстінен. Енді майонезімізді құйып отырамыз. Өз қалауларыңыз бойынша. Енді осының үстінен багетін саламыз.
менің каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.